Сәлем достар, бүгін 60-шы сабақ ақиқат және жалған пікірлер. Бірінші тапсырма пікірлер ақиқат па әлде жалған ба, соны анықтайық. 40 саны 60 санынан кем дейді. Қараңыздар, 40 пен 50-ді салыстыратын болса, 40 50-ден кішкентай, демек кем бұл ақиқат. Ақиқат жалған дегені енді былайны түсінікті болу үшін рас өтірік деген сияқты қой. Ақиқат, рас, 40 саны шынымен 50 санынан кем, бұл ақиқат. Келесі 600 саны 500 санының алдында болады дейді. 400-ден немесе 500-ден жазатын болсақ, 500, 600, ары қарай 700 кете береді. Енді қараңыздар, 600 саны 500-дің алдында ма? Жоқ, 500-дің алдында 400 деген тұр. 600 саны 500-дің артында. Демек, бұл пікір жалған болып табылады. Жалған. Келесі 3 саны 4 санынан кейін тұрады. 3, 4, 5. 3 саны 4 санынан кейін тұра ма? 4 санынан кейін бізде 5 сан тұрады, 3 саны 4 санның алдында тұрады. Демек, бұл жалған. Келесі тапсырма 7 саны 6 және 8 сандарының арасында тұрады дейді. Мінекей қараңыздар, 6, 7, 8. 7 саны 6 мен 8-дің арасында тұр. Бұл ақиқат. Келесі тапсырма ақиқат пікірлерді тап дейді. 20 саны жүздіктер жиынына тиісті. 20 саны жүздіктер жиынына тиісті ма? Жүздіктер жиыны дегеніміз, ол бізде 3 таңбалы сандар, яғни 100, 200 деп келеді. Ал 20 саны жүздіктер жиыны бола ма? Жоқ, болмайды. Демек, бұл жалған болады. Енді қараңыздар, 20 және 40 сандар 2 таңбалы сандар жиынына тиісті. 20, 40 2 таңбалы сан, демек бұл 2 таңбалы сандар жиынына тиісті. Бұл ақиқат. Сонда ақиқат пікір бізде болып тұр. Ондықтар жиынын пайдаланып, бір ақиқат және бір жалған пікір құр дейді. Ақиқат пікір құратын болсақ, кез келген ондықты алатын болсақ болады. 10, 20, 30 немесе саны ондықтар жиынына тиісті. Дұрыс, бұл ақиқат. Жалған пікір 20 саны бір таңбалы сандар жиынына немесе жүздіктер жиынына тиісті деп жазсақ болады. Бұл пікір бізде жалған болып табылады. Үшінші тапсырма жалған пікірлерді тап дейді. Алдымен бұл пікірдің қайсы ақиқат, қайсы жалған екенін біз анықтауымыз керек. Бірінші үшбұрыш кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті дейді. Бұл жалған пікір, себебі үшбұрыш жазық фигураларға жатады. Келесі 35 саны геометриялық фигуралар жиыны тиісті емес. Бұл ақиқат, себебі 35 геометриялық фигура емес, ол сандар жиынына жатады. Келесі шаршы жазық фигуралар жиынына тиісті емес дейді. Бұл жалған ақпарат, себебі шаршы ол жазық фигураға жатады. Келесі дөңгелек кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті емес. Тиісті емес, бұл ақиқат, себебі дөңгелек кеңістіктік емес, жазық фигураға жатады. Келесі цилиндр кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті. Бұл ақиқат, цилиндр расымен кеңістіктік фигураға жатады. Келесі текше жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Ақиқат, текше жазыққа жатпайды, ол кеңістіктік фигураға жатады. Сонда бізде жалған пікір бірінші және үшінші. Екі жалған пікірді тап дейді. Бізде екі жалған пікір бар. Яғни ол үшбұрыш кеңістіктік фигурасына тиісті дегені жалған, өйткені ол жазыққа жатады, және шаршы жазық фигуралар жиынына тиісті емес дейді. Бұл жалған пікір, себебі шаршы жазық фигураға тиісті. Келесі тапсырма сандар жиынына қара, жазбаларды оқы. Пікірлер ақиқат па әлде жалған ба дейді. Алдымен А жиынына қарайық. А жиында бізде 2, 4, 3 және 5 деген сандар бар.
Б жиында 1, 2, 3 деген сандар бар. Енді мыналарға қарап шығайық. 5 тиісті аға дейді. Яғни 5 тиісті аға бұл ақиқат, дұрыс. Бұл ақиқат болады. Келесі Е тиісті аға дейді. Аның ішінде бізде 2 бар ма? Бар, дұрыс. Бұл ақиқат. Келесі 3 тиісті аға дейді. 3 тиісті аға, дұрыс. Бұл да ақиқат. Келесі 5 тиісті емес бұға. Бұда бізде 5 деген сан бар ма? Сан жоқ. Демек 5 тиісті емес дегені ғой. Тиісті белгісін қойып. Дұрыс, бұл да ақиқат пікір болып табылады. Екіншісі тиісті емес, бұл ақиқат. Келесі, мына жерде белгіні салуды ұмытып кеттім. 2 тиісті емес бұға дейді. Бізде бұда 2 бар ма? Бар. Демек бұл жалған болады. Жалған пікір. Келесі 4 тиісті емес бұға. Мынада 4 бар ма? Жоқ. Демек бұл ақиқат. Бұл бізде ақиқат. Келесі 5. Мына жерде белгі бүйтіп қойуды ұмытып кетіппін. Тағы кешірім сұрайын. 5 тиісті емес аға дейді. 5 аға тиісті емес пе? Тиісті. Демек бұл жалған пікір болып табылады. Мынау бізде жалған пікір. Келесі 2 тиісті бұға. 2 тиісті бұға. 2 бар. Демек бұл ақиқат. Мынау бізде ақиқат. Одан кейін 4 тиісті бұға дейді. Мына 4 деген бар ма? Жоқ. Демек бұл бізде жалған болып табылады. Келесі тапсырма: пікірлер ақиқат не жалған екен айтып бер. Қазақстан сөзінде 3 дауысты дыбыс бар дейді. Санап көрейікші. 1, 2, 3. Дұрыс. Демек бұл бізде ақиқат. Келесі отаным сөзінде 1 дауыссыз дыбыс бар дейді. Отаным сөзінде дауыссыз дыбыстарды қараса 1, 2, 3. Демек бұл жалған болып табылады. Келесі Қазақстан және отаным сөздерінде н әрпі 2 рет кездеседі дейді. Демек мынада да 2 рет кездеседі деп тұр ғой. Қарайықшы, Қазақстан сөзінде 1 рет, отаным сөзінде 1 рет кездесіп тұр. Демек бұл жалған болып табылады. Келесі тапсырма: арша мен қарағай ағаштарының биіктігін бірге алғанда 48 метр. Егер арша ағашының биіктігі 10 метр болса, онда ол қарағай ағашының биіктігінен неше метр кем дейді. Біз алдымен қарағай ағашының биіктігін табуымыз керек бұл жерде. Осылай жазып аламыз. Барлығы 48 метр, арша 10 метр, қарағай сызықша сұрақ белгісі. Тағы мына жақта қаншаға кем деп осылай қойып аламыз. Енді алдымен қарағай табуымыз керек. Қарағайды табу үшін 48-ден 10-ды азайтамыз. Сонда бізде 38 қалады. Қарағай бізде 38 метр. Енді мынау арша қарағайдан қанша метрге кем екен табу үшін осы 38-ден 10-ды азайтамыз. Сонда 28 метр шығады. Жауабы бізде қарағай 38 метр, арша қарағайдан 28 метрге кем болып табылады. Келесі тапсырма: тиімді тәсілмен есептеп шығар. 67 қосу 19, қосу 13. Бұл жерде бізде алдымен 67 мен 13-ті қосып алған тиімді, одан кейін 19 қосамыз. 67 мен 13-ті қоссақ бізде 80, 80-ге 19-ті қоссақ 99 шығады. Келесі 35 қосу 45, қосу 13 дейді. Бұл жерде де 35 пен 45-ті қосып аламыз. Ол жерде бізде 80 шығады. Оған 13-ті қосамыз. 80-ге 13-ті қоссақ 93 шығады. Келесі 73 қосу 7 қосу 30 дейді. Бұл жерде бізде 73 пен 7-ні қосып алған тиімді, сосын оған 30-ті қосамыз. 73 пен 7-ні қоссақ 80, 80-ге 30-ті қоссақ бізде 110 шығады. Келесі соңғысы бізде 73 азайту 30 қосу 7 дейді. Бұл жерде бізде 73 пен 7-ні қосып алған тиімді. 73-ке 7-ні қоссақ бізде қанша шығады? 80, 80-нен 30-ті азайтсақ 50, сонда жауабы 50 болады. Келесі тапсырмасы және Д жиындарының бірігуі мен қиылысу операцияларын диаграммаларын құр.
С бір таңбалы сандар жиыны, Д 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны. Өзің 3 ақиқат және 3 жалған пікір құрастыр дейді. Енді біз алдымен С бір таңбалы сандар жиыны. С деп бір таңбалы сандар жиыны 0-ден 9-ға дейін жазып шығамыз. Бір таңбалы сандар жиыны. С. Д 5-тен кем. 5-тен кем демек 0, 1, 2, 3, 4. Енді алдымен осының диаграммасын құрып алайық. Мінекей С 9-ға дейін жазып шығамыз. Д-да 4-ке дейін жазып шығамыз. Енді осылардың қиылысуын диаграммасын жазатын болсақ, мінекей қиылысу дегенде екі жиында да кездесетін сандарды мінекей ортасына жазып шығамыз. Екеуінде де кездеседі бізде 0, 1, 2, 3, 4. Содан кейін ары қарай С-ға бізде 5, 6, 7, 8, 9 жазып шығамыз. Д-да еш нәрсе болмайды. Бұл бізде екі жиынның қиылысу диаграммасы. Енді бұлардың бірігу диаграммасы мінекей. С деймізді ішіне бірігуін осылай жазып шығамыз. Сонда ішінде екеуі біріккенде де екеуінде де кездесетін 0, 1, 2, 3, 4. Бұл содан кейін сыртында бізде С жиынына тиісті 5, 6, 7, 8, 9 деп осы шығамыз. Бұл бізде С және Д жиынның бірігуі болып табылады. Келесі енді 3 ақиқат, 3 жалған пікір құрастыруымыз керек. Бірінші ақиқат пікір. Мінекей қараңыздар. 5, енді мен өздеріңіз қалаған сандарды жазасыздар ғой, ойдан құрастырып. Мен осы жиындарда кездесетін сандардан жаздым. 5 тиісті С-ға. 5 С-ға тиісті ма? Тиісті. Демек, бұл ақиқат. 3 Д-ға тиісті. 3 Д-ға тиісті ма? Тиісті. Ақиқат. 9 С-ға тиісті. 9 С-ға тиісті ма? Тиісті. Бұл ақиқат. Жалған пікірлер. 7 Д-ға тиісті. 7 Д-ға тиісті ма? Тиісті емес. Демек, бұл жалған пікір. 8 Д-ға тиісті дейді. Бізде 8 Д-ға тиісті ма? Жоқ, С-ға тиісті. Демек, бұл да жалған. 6 С-ға тиісті емес дейді. 6 С-ға тиісті емес па? Тиісті. Демек, бұл да жалған пікір болып табылады. Келесі тапсырма Байқоңыр сөзінің әріптерінен сөздер құрастыры. Неше сөз құрастырдың? Байқоңыр деген сөзден мінекей бай деген сөз шығады. Қоңыр деген сөз шығады. Ай деген сөз шығады. Қой деген сөз шығады. Қор деген сөз шығады. Бақ деген сөз шығады. Қар деген сөз. Айыр. Оң. Аң деген сөз шықты. Менде санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Менде 10 сөз шықты. Сіздерде қанша сөз шықты? Достар, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Кездескенше.